Русия президенті Владимир Путин Европаны бөлмек үшін сақ фирқаларға қол тұта. Бұқта Европа комиссиясының президент муавины Франс Тиммерманс бүлдіре. Оның сөзлеріне көре Кремль сайыбы бұның тесірі Европа жемиетіне менфей олажағыны яқшы біле. Бөлінген Европа есе Путинны етікчі оларақ белгілейджек, деп қайды Тиммерманс. Бұл мақсады елем Русия президенті март 24-інде Озынды Мили Джебе Фрэнк фирқасының етекчесі Марин Ле Пенни қабыл етті, деп анлата Европа комиссиясы президентінің муавины. Чүнки оның ғалебесі Европа бірлігі үшін бір чағыруфки болажақтыр. Бұл сөбетінің нәтижесінде Путинның матбуат кетібі Дмитрий Песковның білдіргеніне көре Ле Пеннің сайлав компаниясына Русия банклары тарафындан ақчаның берілмесі музыкере етілмеген еді.